Қайтадан жиналамыз енді. Дауыс естілмей жатыр, иә? Мен сөйлеп жатқан жоқпын, потому что кішкене күте тұрайын деп тұрмын. Жаңа көп адам отырған сияқты. Қайттан Аселина қосылды ғой. қайтып келе ма деген ғой. Хорошо, хорошо. Шығып кетіп қайттан қосылды ғой. Қазір Аселина кіргенше сөйлей берейін, ол кісі келсе жалғастырады. Мысалға, вообще негізі біздің планда негізі болды ғой. Мен сіздерге помните, қайта жазамын неге? Өздеріңіз айтыңыздаршы, А точкаларыңызды айтыңыздаршы, Б точкаларыңызды жазыңыздаршы, кім қалай табыс тапты, кім қалай жұмыс жасап жатыр, кімде курстан кейін қандай өзгеріс болды өмірінде. Мен қайта жазамын, байқасаңыздар. Давайте бірге совместно соавторствомен жасайық деген сияқты мысалға. То есть ол кезде біз уже качественный контент саламыз да, качественный сіздермен совместно, түсіндіңіздер ма? Сол кезде можно. А так сіздердің өздеріңіздің жасағандарыңыз, Аселина айтпақшы, шынымен де некачественный. Мысалы, даже стористің өзіне отметка жасағым ақ келеді кейде. Бірақ андай былжырап жыбырлап ана не сөйлеп жатырсыз ба, не бірнәрсе көрініп жатыр ма, непонятно не салып жатқандарыңыз просто. Видеоролик па некачественно? Так, Аселина сөйлей беріңіз, кірді ғой қайтадан, жалғастыра беріңіз. Сол видеороликті ғой айтқан некачественно деп. Нет, Хандар, караңыздар. И вот к чему мы остановились в тот момент, когда я говорила. Я хочу, чтобы вы... Да, вот вы, чтобы вы понимали сами, стремились к тому, что вот надо делать качественный контент. Чтобы вы, когда я буду делать репост, моя аудитория видела качественные ролики. Это тоже для меня очень важно. Я не хочу, просто жай түсіре салған суретті, я не хочу делать репост. Потому что в моем инстаграме это не рынок, понимаете? Каждый второй не будет приходить ко мне в инстаграме, и я не буду каждого второго выкладывать. Если качественно снято, качественно шито, то я это... Вы знаете, что я без проблем, без всяких там слов я делаю репост. И у меня аудитория очень хорошая. У меня хорошая аудитория. У меня статистика до 6 миллионов. До 6 миллионов, понимаете? Некоторые блогеры за репост даже берут деньги. А я своим мастерам, я сразу сказала, если качественно снятое видео, качественно сделанные фотографии и также качественно выполнена работа, я без слов, без даже сомнений, я буду не только делать репост, а также писать об этом человеке, что вот, смотрите, какая работа, какая прекрасная работа. Өтіңіздер, қараңыздар, понимаете? Это и вам хорошо. То есть вы должны стремиться к тому, чтобы снимать его на высшем уровне. Хорошо. Сосын кейін өткенде айтып едіңіздер ғой, бір видео келіп түсіреміз тоже бастап тігіп жатқан кездеріңіздерді өздеріңіз келіп. Да, смотрите. Когда это будет? Это мы вот уже в ближайшее время начнем. В любом случае мы начнем это делать. Потому что сейчас в данный момент у нас чуть-чуть... Сейчас мы с Динарой, просто как мы вчера пообщались с Динарой, у нас меняется концепция, потому что Динара подключается, понимаете, в этот проект. А если Динара подключается, вы знаете, да, на каком высшем уровне мы будем проводить? Да. Поэтому сейчас она конкретно сказала, давай, мы неделю сейчас мы обработаем, что как будем делать, чтобы все это качественно, красиво и грамотно было. Поэтому вы пока шейте и в любом случае снимаете. Вот Алия вам дает все инструменты, абсолютно все инструменты, как выходить вот именно вот в Инстаграме. Ага. Понятно. Алия, дальше можешь говорить.
сол именно сол соавторство, если хотите, то мен сізге қайта жазамын. Білмеймін мен неге оны адамдар пайдаланбайтынын. Мысалы әр чаттарға мен жазып отырамын, Аселинаның бүкіл чаттарын жазып отырамын. Маған жазыңыздар, кім қандай жұмыс істеп жатыр, қанша теңге табыс тауып жатыр. Өйткені сіздердің жұмыстарыңызды просто алып сала салғаннан көрі, если біз кішкене короткая история о вас расскажем, если сіздің сол өмірбаяныңыз, айтып жатқан нәрсеңіз адамды восхищаться ететіндей болса, мысалға, допустим, да, мысалы, допустим, Назгүл ханым біздің осындай шәкіртіміз, біздің курсқа келген кезде ол осындай нәрсені білген, ал курсқа келгеннен кейін осындай техниканы освоить етті, қазір табысы осынша есе өсті, или не знаю, осындай клиент келіпті, бір блогерден клиент барыпты деген сияқты бір сізді сататын бір информация айта алсақ, сол парақшада тұрса, бізде болды. Сіз жай ғана әшейін құрақтың тігіп қойған адам емес, сіз уже Аселинаның как үздік шәкірті, который клиенттер баратын, который техниканы дұрыс пайдаланатын, качественно тігетін адам ретінде тұрасыз парақшада. Көрдіңіз ба? А мен осыны уже, не знаю, 3 ай болған шығар, мен декабрьде бастадым, точно я помню. Содан бері айтып келе жатырмын, бірақ таң қалам, бір адам сол мүмкіндікті дұрыс пайдаланбайды ғой. Білмеймін, неге екенін түсінбеймін. Біз осы жақында осы тіккенімізді біз әлі сатуға шығарған жоқпыз, біз бірақ тігіп жатырмыз. Иә, тігіп жатын, ол жерде мәселе сатуға, табысқа ғана емес мәселе. Просто сіздің курсқа дейінгі өміріңіз бен кейінгі өміріңіз. Осы курсты даже міне алдым, кеше бір-ақ күн бұрын сатып алған кісіміздің міне жұмыс бүгін бастапты десек, соның өзінде айтатын нәрсе табылады. Ол кісі курсқа келгеннен кейін міне біздің курсымызды қарапты, сразу осындай бір техниканы замечать етіпті, именно осылай жұмысын бастапты дегеннің өзі сіз туралы информация. Просто даже оны да айтатын адам жоқ, реально. Ешкім бөліспейді, ешкіммен ештеңе бөліскісі келмейді, мен таңғаламын. Бұл өмірде біз көп нәрсе алу үшін көп нәрсе беру керексіздер сіздер. Көбірек беру керексіздер өмірде. Только алуды емес, вот беру, мен не берсем, қазір осы өмірбаяндан не айтсам, осы адамдарға қалай осы телеаудиториямен пайдалы болсам, қалай біреуді шабыттандырсам, осы бір қалай бір менен бір пайда келеді деген сияқты бір, даже Аселинаның өзіне мен қазір қандай история айтсам, осы Аселинаға пайда келеді екен деп даже ойлайтын болсаңыздар, болды, потому что өмірде өз заңдылық сондай, сен көп берген сайын көп аласың. Болды, сол-ақ мәселе. Если сіздерге көп келмей жатса, значит, уже надо задуматься, значит, мен көп бермей жатырмын бұл әлемге деген сөз. Сол үшін, пожалуйста, мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Мен чаттардың бәріне негізі қайта жазып жатырмын. Өмірбаяндарыңызды айтыңыздар, салыңыздар. Кеше 3 кісімен мысалы жобаның несінде тоже қалып кеттік, иә. Жаңа Мейрамкүл ханым маған жазды, фото видеоларын жібердім деп. Қазір бір қарап шығам. Сосын кім еді тағы бір кісі жазып еді. Одан кейін келесі жазғандарым, кеше мысалға, допустим, телевизорге шыққандарыңыз, мәссаған, какие у вас фотографии, мысалға, студияға барып даже фотосессия жасалды, білмеймін, вообще реально, вообще ештеңе пайдаланылып жатқан жоқ. Мен мына жақта отырып шыдай алмай жатырмын, бәрін көрсеткім келіп жатыр да, ана шәкірттеріме түскен, бірақ история ешкім жазбайды ғой. Сұрап жатырмын, қайта жазыңыздаршы, айтыңыздаршы. Енді сұрақтарымды қойып қойдым, мына кісі жазды, сол кісімен жұмыс жасаймын. Так, кім еді? Жұлдыз ханым кішкене информация жіберіпті. Кеше Жазира ханым жіберген тұғын. Осылай жіберген кісілерді ғана бүйтіп жасаймыз. И то бұл кісілерге жіберіп қояды, сосын мен сұрақ қоямын, бір-екі сұрақ қойып, ары қарай толықтырайын десем, қайтадан без ответа қалып кетеді. Сонымен обидно болып, қаншама информация сіздер туралы шықпай қалып жатыр. Әйтпесе мы этого хотим. Аселинаның парақшасында соны жасағымыз келеді. Өйткені Аселина ол уже жай ғана құрақ көрпе тігетін адам емес, ол уже алып кәдімгідей үлкен кит, ол уже кәдімгідей қаншама мыңдаған адамдарға сабақ беріп жүрген адам болғандықтан, біз, конечно, өзіміздің үздік шәкірттерімізбен көрсеткіміз келеді, бөліскіміз келеді, айтқымыз келеді. Вот, мен оқытып жатырмын, менде осындай шәкірттер бар, если что, барыңдар, сатып алыңдар деген сияқты біз айтқымыз келеді, потому что шынымен клиентская база да үлкен, жазып жатқандар да көп. Просто енді біреудің бағасы сәйкес келеді, біреудің бағасы сәйкес келмейді. Просто сіздерден де кішкене отдача болу керек та. Мен осы клиентті алғым келеді, мен осы жұмыс жасап жатырмын деп кішкене любой жерде көзге түсу керек деген нәрсе бар ғой. Әшейін мектепте де любой адамды староста қылып қоя салмайсың ғой, мысалға, әшейін қарапайым сыныпта кішкене көзге түсіп активный болып жүрген адам тартасың, мысалға, старосталыққа, например, да, мұғалімдер болса білетін шығар. Жалпы кім көзге түсіп жүр, соны тартуға тырысасың. Көзге түспесе амал жоқ, просто амал жоқ, бәріне общий бірдей қарайсың, болды. Сондықтан сіздер өздеріңіздің мүмкіндіктеріңіз негізі бұл жерде пайдаланбай жатқан, по идее. Сол, енді сол целевая аудиторияның тақырыбын жабамыз, но, пожалуйста, осы айдың соңына дейін, міне бүгін 27-сі ма, 4 күн уақыт, 31 күні сол тапсырманы маған жазып бітіріңіздер. Кішкене дедлайнмен жұмыс жасап үйреніңіздер. 1 ай кейін созып, 2 аптадан кейін жіберіп тұрмаңыздар. Өйткені
любой нәрсенің өзі қызатын пісетін қызық уақыты болады. Тапсырма берілген кезде 3-4 күннің ішінде ол қызып тұрады, сіздердің ойыңызда жүреді, бір нәрсе қалап жүресіздер, сондай кезде жазып тапсырып. Алия, кешірерсіз, Алия ханым, сөзіңізді бөліп жатқанмын. Қандай тапсырма, тағы да бір айтып жіберсеңіз, жаңа осылай отырсақ. Біз конкурентке анализ бен целевая аудиторияның сабағын өттік. Қазір мен оған қайтып оралмаймын. Мгм. Сабақты сақтап қоямын. Сабақты қарайсыз да, сосын соған байланысты тапсырма орындайсыз. Хорошо? Екінші тапсырма осы. Tamam, да. Целевая аудиторияға байланысты. Енді осы жерде сұрақтарыңыз болса, скорее всего, білмеймін, жоқ сияқты. Сіздерде сұрақ, сондықтан біз келесі көшейік. Контенттің түрлеріне көшейік. Жалпы бізде қандай контенттің түрлері бар вообще? Не контент вообще біздің парақшамызда болу керек деген сияқты. Ең бірінші продающий дейді. Жалпы сатылатын контент, сатылым әкелетін контент. Сосын вовлекающий контент, экспертный контент, личный контент деген болады. Обучающий контент деген болады. Сосын бар история, сторителлинг. Жалпы сіздің өмірдегі осы өзіңіздің историяңыз. Енді осы жерде продающий контент мысалға, иә, біздің жалпы жасап жатқан нәрсеміздің бәрі, конечно, бізге негізі продажа әкелу керек контенттер. Бірақ все равно контенттің өз түрі бөлінеді. Өйткені рилс жасап жатқан кезде, мысалға, допустим, кешегі біз осы последний салған тұмар 1990 теңге деп салған видеомыз, ол конкретно четко продающий контент ретінде саналады. Ол продавать ететін, прямой. Ол жерде басқа особо ешқандай тақырып қозғалмайды, тек қана прямиком сол мастер-классы сатып жатырмыз деген контент болды. Түсіндіңіз ба? Ол жерде сіз курс туралы айтуыңыз мүмкін, мастер-класс туралы айтуыңыз мүмкін, или болмаса көрпеңіз туралы айтуыңыз мүмкін, мысалы өзіңіздің тігіп жатқан. Болды, сол көрпені саласыз, и көрпеңіздің бағасы осындай, көрпеңіздің описаниясы, мына жерде қанша көрпе бар, жаңағыдай, ішінде не бар, ішінде қандай жаңағыдай жиынтықтың ішінде не бар, қанша теңге болады, қай уақытқа дейін дайындап береміз. Чисто по факту сол сатылым, түсіндіңіз, сату үшін прямиком болды, влоп дейді ғой, влоп, чтобы келген адамда конкретно целевой прямо дайын, потенциально сатып алуға дайын адамға арналған контент ол продающий көбіне. Одан кейін енді біз вовлекающий контент. Бұл вовлекающий деген ол біздің жаңағы тақырып әртүрлі жазып жатқан сценарийларымыз, мысалға рилсқа арналған, иә, той туралы айтыңыздар деп жатырмын. Оның арты продающий болғанмен, негізі ол вовлекающийға жатады. То есть біз сырттағы адамдарды вовлекать ету үшін, өзімізге назарын аудару үшін жасалатын нәрсе. Ол вовлекательный контент. Бұл жерде сіз әртүрлі жаңағыдай темаларды қозғайсыз, өзіңіздің басыңыздан өткен бір оқиғаны айтып бересіз. Просто сіздің целевая аудиторияңыздың назарын аудартатын контенттің түрі осы вовлекающий контент деп аталады. Одан кейін мысалы экспертный контент, мысалы экспертный контент тоже продающий контент по факту, если смотреть. Бірақ экспертный контентте сіз өзіңіздің қандай эксперт екеніңізді көрсетіп қалатын момент бұл. То есть сіз допустим, қандай матаны пайдаланасыз, мысалға, иә? Или мысалы, мына матаны неге пайдаланасыз, мына матаны неге пайдаланбайсыз, например. Осындай бір машинкамен тігесіз, неге сіз ана машинкамен тікпейсіз, неге именно осы машинкамен тігесіз, мысалға, допустим, да? Өзіңіздің как эксперт ретіндегі осы 5 жылдық, 10 жылдық тәжірибеңізді айту, мысалға. Мен осыдан 7 жыл бұрын осындай матаны пайдаланатынмын тігуге, бірақ осы соңғы 1 жылда осы матаға көштім. Неге десеңіздер, осындай факттармен келтіріп берген кезде, ол біріншіден сіздің тәжірибеңізді көрсетеді, екіншіден сіздің ізденетін адам екеніңізді көрсетеді, үшіншіден сіздің білетін адам екеніңізді көрсетеді. То есть бұл тоже сіздің клиентіңізге өте пайдалы. То есть клиент уже түсініп тұр да, не үшін ол сізге келу керек екен. Аха, бұның тәжірибесі бар, бұл кісі жақсы нәрсені ұсына алады, бұл кісі акасы материалдарын ауыстырып тігіп отырады, мысалға бір жерде тоқтап тұрып қалған адам емес деген сияқты. То есть көрдіңіз, өздеріңіздің эксперттіліктеріңізді көрсету арқылы. И там, допустим, парақшаңызда просто бір техниканы салып қойдыңыз, мысалға, иә, бір тігуге арналған бір техникамен 5 жыл бұрын осылай қиналып тігетінмін, қазір іздене келе, оқи келе, курстар ара келе осындай бір техникаға көштім деп, бір өзіңіздің білетін бір техникаңызды бір минуттық видеоның ішіне сыйдырып, қызықты қылып жеткізіп бере алсаңыз, тоже сіздің клиентіңіз сол видеоны ол жерге қарап курс оқып кетпеуі мүмкін, но просто сіздің түсіндіргеніңізге қарап ақ сізге сенім артады. Бұл эксперт, бұл өз саласында өз ісінің маманы дегенді білдіреді. Көрдіңіздер ме? По факту это тоже продает, но бұл контенттің именно экспертный, сіздің эксперттілігіңізді көрсететін контенттің түрі болып саналады. Келесі енді личный контент. Личный контент бұл тоже түптің түбінде мақсат ол продавать ету, бірақ бұл жерде сіз уже өзіңіз туралы айтасыз.
Сіз құрақ көрпеге қалай келдіңіз, сіз құрақ көрпені неден бастадыңыз, сіздің отбасыңыз, сіздің бала шағаңыз, сіз қандай анасыз, сіз қандай әжесіз мысалға, иә. Сіз қандай құрақшысыз мысалға, чисто вот сіздің өміріңіз, сіздің мынау бір күндік өміріңіз, бүгін күніңіз қалай өтті, мына өмірдегі сіздің таңдау жасаған кезде мысалы, біз өмірде постоянно таңдау жасап жатамыз, иә. Мен мысалы бүгін үйге осындай ыдыстар сатып алдым десеңіз әшейін, бұл әйелдердің бәріне өтетін интересный контент. Просто әшейін ыдыс сатып алдым деп өзіңіздің сол ыдысқа байланысты бір тәжірибеңізді айтып беру, там, не знаю, бір матаға байланысты болсын, өзіңіздің армандарыңыз, мақсатыңыз. Мен бұрыннан осы кішкентай кезде бір осындай нәрсені армандайтынмын, қазір де сол арманыма қарай бара жатырмын, или керісінше менде жақында осы 40 жасқа келіп бір күшті арман пайда болды. Сіздерде осындай нәрсе бола ма, или там армандап көргенсіздер ма осындай нәрсе, бір просто әшейін вот связь өзіңіздің өміріңіздегі жалпы личность сізге ғана қатысты. Құрақ көрпе емес, именно вот сіздің өміріңізге қатысты, түсініңіз, сіздің өміріңізде көзқарасыңыз, бір дінге деген көзқарасыңыз, бір тілге деген көзқарасыңыз деген сияқты жалпы өзіңіздің өмірге деген көзқарасыңыз. Соның ішінде еще сіздің қорқыныштарыңыз болады, сіздің өмір жолыңыз болады, сіздің бір қандай да бір басыңыз өткен қиыншылықтар или болмаса жеткен жетістігіңіз, жалпы сізге тікелей қатысты нәрселердің барлығы личный контент болып табылады. Но біз, если сіздер кішкене миларыңызды қозғап дұрыстап жұмыс жасайтын болсаңыздар, әрбір личный контент болсын, экспертный болсын, артын продающийға әкеле аласыздар. Ол біздің Аселинаның контенттерін, рилстарын қарасаңыздар, как раз таки сондай. Біз вообще бала туралы айтып бастаймыз да, бірақ соңы бізде құрақ көрпе, мысалы детский құрақ көрпенің курсы айтылады, например. А вообще негізі тема бала туралы айтылып басталған, то есть личный контент болып басталады, бірақ соңы продающийға келіп тоқталады. Көрдіңіздер ма? Осылай да жасауға болады. Енді келесі контенттің түрі бұл история сторителлинг, жаңағы негіз личный контенттің ішінде айтып кеттім, бірақ бұл жерде уже чисто история. История деген сөз ол тек қана сіздің осы басыңыздан өткен. Мысалға, личный контент ол бүгінгі күніңіз болуы мүмкін, сіздің болашағыңыз болуы мүмкін, иә, мысалға, иә. А история сторителлинг деген сөз ол осы секундқа дейінгі өткен уақыт уже. То есть кешегі болған оқиға, 2 жыл бұрынғы болған оқиға, немесе кішкентай кезіңіздегі болған оқиға. Сіз қандай сыныпта жаңағыдай оқушы болдыңыз, сіз қандай келін болдыңыз, мысалға, келін болып түскен кезде. Сіз вообще қандай нәтиже, қызықты оқиға өтті сіздің клиентіңізбен. Вообще полностью қандай тақырып болса да, бұл история сторителлинг деген осы күнге дейінгі болған оқиға. Бұны да, конечно, артын продающийға әкелуге болады. Ол үшін кішкене миды қозғау керек. Просто екі тақырыпты байланыстыру керек. Ол жаңа призыв к действию жасау деген бар ғой, кеше біз жобаның несіне жасағанда 3 кісімен. Вот как раз таки сондай нәрсе, артын бір призыв к действию әкелу. Ол сатылымға әкелу, подпискаға әкелу, чек-лист алуға әкелу, просто или болмаса парақшама өтіп қара деп екінші бір нәрсені көрсетуге әкелу. То есть оның уже артындағы мақсаты әртүрлі бола береді. Но факт в том, что сол адамға өзіңізді сатып жіберу бұл жерде мақсат болды. Осындай контенттің түрлері бар. Енді осы контенттерді сіздер бұны қайсысы қандай контент салып жатқаныңызды білу үшін айтып жатқан жоқпын. Просто қандай контенттің түрі бар и қалай пайдалануға болады деген мағынаны түсіндіру үшін айтып жатырмын сіздерге. Жазып алған болсаңыздар, негізі жақсы болатын еді. Өйткені біз андай жалпы контентті құрастырған кезде, парақшаға мысалға 30 күнге арнап контент құрастырамыз ғой, сол кезде нақты қандай тақырып болатынын сіз білмей тұруыңыз мүмкін да. Мысалға бір парақшаны аласыздар да 30-ға 15-ке бөліп тастайсыздар. Сосын сол жерге жазасыздар. Допустим, 15 пост па? Так, 15 посттың менде қазір 3-еуі личный контентке арналады да. 2-еуін мен продающийға арнаймын да, сосын 3-еуіне сторителлинг жасаймын деген сияқты общий, жалпы масштабный көзқарасы сіздің көз алдыңызда болу үшін. А потом уже следующий шаг, уже личный контент деп жазып алдық қой. Енді сол личный контенттің өзінің ішіне тоқталып, мысалы жаңа парақшада 15 посттың 3-еуі личный контент болады деп айттық, иә. Енді сол личный контентті енді сол жерде отырып іздейміз уже біз. Так, менің басымнан личный контент не айтсам болады? Өзімнің қорқынышымды айтсам бола ма? Или бір мақсатыммен бөлісейін ба, бір арманымды жазайын ба деген сияқты мысалға да. Бұның бәрін біз не үшін пайдаланамыз? Бұны артын обязательно продающийға келу не обязательно, но бірақ бұл нәрсе бізбен бұл рекомендацияға шығу мүмкін, біріншіден, если шығатындай қылып жасайтын болсаңыз. Или екіншіден, бұл біздің сіздің аудиториямызбен арақашықтық жақындастыру. Бір-бірімізге соединить жақындастыру. Өйткені қорқыныш деген нәрсе біздің бәріміздің басымызда болады, иә. Любой адамның өмірде қорқынышы болады. Так, мына кім дауысы екен шығып жатқан қазір, дауысын өшірейінші.
любой адамның өмірде қорқынышы болады, любой адамның өмірде бір арманы болады, қалауы болады, мақсаты болады. Сіздер соны айта алған кезде аудиторияңызбен связьдарыңыз прям күшті орнайды ғой. Вообще аудиториямен связь деген нәрсе осы контенттеріңізді дұрыс жасағаннан пайда болады. Контентті грамотно жасай алсаңыздар, аудиториямен связь деген бұл өте жақсы нәрсе. Өйткені бізде алла жазса ол тақырыпқа жетуге тырысайық. Сіздер бірақ активный болсаңыздар, конечно, жетеміз. Қызық болып жатса сіздерге ол тема, иә. Сатудың өзінің мысалға әртүрлі нелер бар. Жаңа сториспен сату, рилспен сату, жаңағыдай WhatsAppта сату, Инстаграмда дайректте перепискамен сату деген темалар бар да. И если жаңағы сіздің аудиторияңыздан осы контентіңіз қызықты болып, сіздің өмірбаяныңыз сізге ұнап жатса, бізде дайректте перепискамен сату деген система іске қосылады. Перепискамен сату деген сізге ответ қалдырған адаммен сөйлесе отырып өзіңізді ұсыну сол адамға. Түсіндіңіздер ма? Но ол үшін көрдіңіздер ма, ответ келу керек, потому что ответ сізге келмесе, значит сіздің контентіңіз либо вообще қызық емес нәрсе салып жатырсыз, либо вообще аудиторияңызға өтпейтін нәрсе салып жатырсыз. Или болмаса, да, кішкене уақыт керек, может быть, но бірақ в любом случае қызық контент болатын болса, негізі аудиториядан ответ келеді. Оказывается, Гүлжанат, сен сондай болған екенсің ғой, мә, саған білген жоқпын деген сияқты бір өміріңізде біраз айтсаңыз, мысалға, допустим, да, сондай уже деген сияқты уже сіздің бір-екі адамнан болса да уже ответ келеді. А енді бізде Инстаграмда жаңағы көбісінің проблемасы да сол. Мен Инстаграм жүргізіп жатырмын, пост салып жатырмын, сторис салып жатырмын, маған ешкім ответ жазбайды, вообще тым-тырыс Инстаграмға кірем шығам дейді мысалы, иә. Бұл тоже проблеманың басты мәселенің бәрі сол контенттің аудиторияға өтпеуі, ол өзінің аудиториясының қандай екенін білмеуі, сосын жаңағы баста сіздерге бірінші сабақта мен распаковка жасатқан болатын. Сол распаковканы жасамаудың кесірінен болады. Потому что адам өзінің ішіне углубиться етпесе, ішінде өмірінде не бар екенін білмесе, болашаққа көзқарасы, болашаққа қандай екенін, мақсатын, арманын білмесе, вообще өзінің өмірдегі позициясын, не ол адамға ұнайды, не ол адамға ұнамайтынын білмесе, сіз аудиториямен сөйлесе алмайсыз, потому что сіз өзіңіз білмейсіз ештеңені, вообще білмейсіз өзіңіз туралы, информация білмейсіз. Бірдеңе айта қояйын десеңіз, өзіңіз туралы білмейсіз. Мен даже потому что осы күнге дейін мысалы қанша айттым, келіншектерге сабақ бергенде бүйтеді да, сізге қандай машина мысалға ұнайды десем, то есть ұнайтын нәрсесі мен қалайтын нәрсесін шатастырады адамдар. Даже қарапайым. Ұнайтын нәрсе деген, ол мысалға, допустим, ұнау деген нәрсе, значит, ол сен оны пробовать еттің деген сөз осы күнге дейін. Мысалға, ол плов болуы мүмкін. Мысалға, сен плов маған ұнайды деп айта аласың, если сен пловты жеп көрген болсаң. Маған Дубайға бару ұнайды деп айтты да, мысалға, біз просто осы күнге дейін қаншама келіншектер айттым, жұмыс жасағанда, сол ішінде осылай жазған кезде, мен Дубайға бару маған ұнайды деп айтып та. Енді сұрақ, сен Дубайға барып көрдің ба? Ол барып көрген жоқ. Значит, сен Дубайға баруды қалайсың? Сен пловты қаламайсың, ол пловты сен жақсы көресің просто, потому что сен оны жеп көрдің. То есть сондай сияқты, бұл мәселе адам ішіне сол углубиться етпегеннен, сіздер өмірде нені жақсы көріп, нені жақсы көрмейтіндеріңізді білмегеннен, жаңағы распаковканың жоқтығынан вообще ноль. Сіздер контентке идея таппайсыздар, аудиториямен байланыс орната алмайсыздар. А на самом деле бізде өмірде қанша миллиард халық бар мына жер планетасында. Қазақстанның өзінде 20 миллионнан аса халық бар, иә. Біз әрқайсымыз әртүрлі тұлға болғанмен, но бізді бүкіл нәрсе бір нәрсе связывать етеді. Ол не нәрсе связывать етеді? Ол біздің тамағымыз, киіміміз, барған жеріміз, отбасылық бір проблемаларымыз, өмірде бір таңдауымыз, қорқыныштарымыз, армандарымыз. Осы нәрселер бәрімізде негізі связаны. По идее, жаңалық ашып бір елден ерекше болып жатқан нәрсе жоқ. Бәрі бірімізге ортақ, бүкіл нәрсе бәрімізде ортақ нәрсе. Просто әр группаның өзінің қалауы, әр группаның өзінің өмірге деген көзқарасы болады. Сол сияқты сіз өзіңіздің позицияңызды білуіңіз керек. Сіз қандай адамсыз вообще? Не нәрсені өмірде таңдайсыз? Қандай кезде қандай таңдау жасайсыз? Не үшін сол нәрсені таңдайсыз? Мысалға, өмірде, бірақ оны сіздер осы подушкаңызбен отырсаңыз айтып бересіз. Ой, қойшы, ана гастрольді алған жоқпын, мен на гастрольді алдым, потому что на гастрольдің качествосы андай деп айтып бересіздер. Негізі. Оны бірақ подушкаңызбен отырған кезде ғана естеріңізге түседі да, а бірақ контентке келген кезде сіздер оны естеріңізге түсіре алмайсыздар, потому что өзіңізді дұрыс танымайсыз. Ол адаммен адам сөйлескеннен кейін на ходу кете береді, адам аузынан сөз әңгіме шыға береді, кете береді. Отдельно отырған кезде, ішіңізге түскен кезде уже түсе алмай қаласыз да мына жаққа қарай. Потому что фокус вообще басқа жақта. Өмірде жан-жақта әркімнің өмірін, әр нәрсені ойлап жүргеннен кейін, ол сондай адам контентке өзі идея таба алмай қалады. Сол үшін
сіздерге айтарым, контенттердің бәрін дұрыс пайдалану үшін жастарыңыздың қаншаға келгені не важно, отырып заметкиді ашып жазып үйреніңіздер. Не важно. Бүгін мен қандай ой түйдім, бүгін маған не ұнады мына өмірде, не нәрсеге шүкірлік айтамын, болмаса бір әшейін бір қалай айтсам болады, бір түсініп қалған нәрсеңіз мысалға, иә, мен мысалы өзім заметкиға көп жазамын. Просто мынандай бір мысал айтып берейін. Адам болғаннан кейін адамның ішінде қызғаныш болады мысалға, иә, біреудің бір нәрсе сатып алса көре алмай қаласың, там не знаю, біреу көп ақша тауып жатса бүйтіп неге менде ондай емес деп қаласың. Мысалы көп болады сондай нәрсе. Сондай мысльдар болған кезде мен өзімді сразу ұстап аламын да сол мысльді. Так, стоп, сен неге бүйтіп ойланып жатсың деген сияқты. И мынандай бір заметки жазып қойғанмын мысалға. Өзіме жазып қойғанмын арнап просто. Алланың біреуге берген дүниесін қызғанба деп жазып қойғанмын. Біріншіден, оның артында не барын сен білмейсің деп өзіме ответ қайтарғанмын. Екіншіден, сол дүниені бір-ақ секундта саған Алла тағала беруі мүмкін. Үшіншіден, дәл қазір сенде сол дүние болмаса, көңіліңді түсірме. Сен үшін дәл қазір осы күннің ең қайырлысы болуы мүмкін. Төртіншіден, адал еңбекпен таза ниет сені түбі шексіз байлыққа әкеледі. Соны ұмытпа, өзіме жазып қойғам, біреуге емес. Бұл менің заметкиім кәдімгі. Телефонда заметки болады, өзіме жазғам. Бесіншіден, сол дүниені алып жатқан адамның осы күнге дейін басынан не өткенін білмейсің деп жазғанмын да өзіме ответ. Мүмкін ол дүние ол адамға награда шығар, ал мүмкін ол дүние оның әлі сынағының жалғасы болар. То есть ол адам, может быть, сол дүниемен сыналып жатқан сияқты шығар, иә. Бәрі мүмкін, сен ештеңе білмейсің. Олай болса, өзгенің дүниесіне 1 грамм қызығушы болма деп өзіме жазып қойғанмын. Көрдіңіздер ма? То есть мен не істеймін енді, алдағы уақытта бір аудиториямен бір ішкі ойыммен бір бөліскім келген кезде заметкиімді аша қоямын. И давайте бүгін сендерге біреудің дүниесіне қызықпауға арналған бір 5 себепті айтайыншы деймін да. Контент шығара саламын, болды, дайын, дым басын қатырмаймын. Көрдіңіздер ма? И осының ішінде мысалға сіздерге қазір осының ішінде бір нәрсе ұнады ма? Осы жазылған бір 5 нәрсенің ішінде. Я, дұрыс айтасың деген сияқты бір нәрсе келді ғой, ойларыңызға идея. Значит, сол ой бізді сізбен байланыстырады. Сол біздің ортақ құндылығымызға айнала бастайды. Мен сіздерге уже қызық бола бастаймын. Просто осыны айттым, и сіздердің естеріңізде ұзаққа қала бастаймын. Просто әшейін. Ол сондай эффект так работает просто. Адам өзінің ішімен искренне бір нәрсемен бөліскен кезде екі адам бір-бірімен байланысады, жақындасады. Тура сол сияқты аудиториямен де сондай. Енді бұл қандай контентке жатады мысалға? Бұл контентті мен личный контент деп айтсам болады. Өйткені мен бұны біреуге арнап жазбағам. Осы заметкиіма өзіме арнап жазған екен. Вот сендерге тоже салайын, может быть, біреуіңе пайдалы болып қалар деген сияқты. Енді самый қызық нәрсе мына кезде басталады. Реально тура осылайка біреудің өміріне қызығып, қызғанышпен жаңа ғана бір кісі маған консультация алғысы келіп жазған екен да, и жазып қойыпты. Жаңа қайда кетті? Жазып жіберіпті маған. Еще, знаете, капец, іші тар адам болып бара жатырмын. Көре алмайтын біреу күшті бірдеңе шығарса, ішім күйіп, көре алмай тұрамын ше деп жазып жіберіпті да. О баста запросы мен табысы 0 деп келген ғой ол кісі. И сонымен түбінде айналып келгенде біз осы тақырыпқа тоқталамыз да. И сол сөйтіп жазып ашып айтып жіберіпті. И сонда көрдіңіз ба, міне дәл осындай мен аудиториямда біреу жүрсе мысалға да, допустим, сторис 100 адам қарап, ішінде бір 2 адам сөйтіп отыр мысалға. Бір сондай бір іштерінде бір сезім болып жатыр, непонятный. И мен тура сол кезде жаңағы постты шығара қойсам, ол адамдарға ол пайдалы болады. Көрдіңіздер ме? А на самом деле бұның құраққа да қатысы жоқ, бұның менің продюсерлігіме де қатысы жоқ. Бұл просто адам мен адамды байланыстыратын тақырып болды. Мәселе сол бұл жерде. Если менің шын жүрегіме айта алсам, искренне айта алсам, болды. Сол оқыған адам болашақта маған клиент болып келуі мүмкін. Но просто сол моментте мен оны искренне жасап жатырмын, болды. Ал келу келмеу бір Алланың қолында, нәтиже всегда Алладан деп айтамын ғой сіздерге. Бізден әрекет, нәтиже Алладан. Вот. Контентті осылай пайдаланасыздар. Сол үшін углубиться етіңіздер, өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Сонда шынымен де бақытты әйелге айнала бастайсыздар негізінде. Түпкі, конечный итог. Успешный адам бақытты бола алмайды дейді. Бақытты адам уже успешный деп айтады да. Мына өздеріңіздің ішіңізде углубиться етіп, өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасап, постоянно бір ой келді ма жазып ал, нәтижесін жаз, себебін жаз. Бұл мәселе қайдан шықты, мен мына кісімен не үшін ұрыстым, ананың бір нәрсесі маған не үшін ұнамай тұр, просто тупо да, күйеуіңіздің бір бәле болып қалып, жазасың, күйеуім маған осы бірдеңесі бүгін қаныма шығып барады, прям на нервы действует. С чем это связано деңіз да, өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасай беріңіз, болды. Сізде контентке былай идея болады. Былай просто. Бөлісе бергіңіз келеді, потому что сіздің фокусыңыз уже полностью өзіңізде болады. Түсіндіңіз ба? Міне контент деген осы. Контент шығару, жасау деген осы. А контентті жасау үшін
Конечно, бірінші адамға кішкене болсын уверенность, сенімділік керек. Өйткені даже мына нәрсені мен жазып тұрған күннің өзінде сторисқа шығаратын кезде мен ойлауым мүмкін да, ой, Алия, қазір сен шығарасың, кому это надо деген сияқты. Мысалға да, болады сондай ой. Ол жерде уже сенімділіктің кішкене рөлі ойнайды. А мен уже кішкене развитый, уже өзімен өзі жұмыс жасаған адам ретінде, ізденіп, жан жағыма қарап жүрген адам ретінде, мен уже какой-то процент уже понимаю, что ол біреуге керек әйтеуір деген сияқты, уже менің миымда убеждение, установка барып қойған, уже кіріп қойған. Так что маған оны бөлісе салу қиын болмайды. А сіздерге уверенность жетіспеуі мүмкін. А уверенность жетісу үшін не болу керек адамда? Не істеу керек? Адам әрекетке көшу керек қой, в конце концов. Әйтеуір бірдеңені бастау керек. Сіздің айтып жатқан нәрсеңіз біреуге керек емес екенін сіз қай кезде білесіз? Когда сол нәрсені беріп көрген кезде түсінесіз. Если аудиторияңызда ответ келіп жатса, хоть бір ответ, ага, значит, мына тақырып менің аудиторияма өтеді екен. Значит, оларға қызық екен. Сіз сол кезде ғана білесіз оның сізге керек емес, вообще өте ма, өтпей ма деген екен. Сол үшін всегда әрекетке көшу керек. Әрекет болмаса, онда ештеңеге сіздер жете алмайсыздар. Мысалы, қазір сіздер Инстаграмға міне табыстауға келіп жатырсыздар, бірақ әрекетсіздіктің именно вот Инстаграмға келгенде сіздер жұмыс істеп жатырсыздар, мен оны түсінемін, мен мойындаймын. Ол жұмыстарыңыздың бәрін білемін. Бірақ именно Инстаграм темасында сіздер әрекетсіз болып жатқандықтан сіздерге Инстаграмнан клиент келіп жатқан жоқ. Көрдіңіздер ме? Әрекет жоқ, результат тоже тең 0 болады. Любой жерде бір нәрсенің дамын көру үшін, сезу үшін, түсіну үшін әрекет жасау керексіздер. И, наверное, жеткізе алған шығармын, хотя бы ана распаковканың не үшін сіздерге жасау керек екендеріңіз. Ана о баста бірінші сабақта берілген распаковканы әлі дұрыс толық жасамаған кісілер көп негізінде. Санаулы ғана адам жіберді, и то айтып жүргем толық емес деп. Сондықтан мен сіздерге жаным ашиды. Сіздердің осы курсқа берген ақшаларыңыз менің тамағыма өтті. Сондықтан мен шын ниетпен сіздерге көмектескім келеді, бергім келеді, үйреткім келеді. Сіздер просто информацияны алып кете салғаннан гөрі, хоть ішіңізде әйтеуір бір 10 адам, хотя бы 100 адам ба, бізде чатта қанша адам отыр, бір 5-6 тауып болса да хотя бы нәтижеге жетіп жатса, осы Инстаграммен істедім, жасадым деп, мен сол кезде вот реально өте бақытты болар едім, понимаете? Сол үшін мен үшін ғана емес, енді, конечно, өздеріңіз үшін, пожалуйста, әрекетке көшіңіздер, жасаңыздар, Инстаграм пайдаланыңыз. Жаңа Әселин айтып кетті. Әшейін Динара Саджан отметка жасады. То есть ондай моменттер әрекет жасап жүрген адамның алдында негізі кездеседі. Біз өмірде бір нәрсеге кетіп бара жатқан кезде, жалпы жолда бір цельмен кетіп бара жатқан кезде, Алла тағала бізге бір көмектесетін адамдар жібереді да алдарыңыздан. Бір күні бір блогермен кездесіп қаласыз, ол блогерге ана сізбен түскен сурет ұнап қалады да, вдруг сізді алады да отметка жасай салады. Вот вдруг просто ойланып көріңізші. И сондай кезде сіздің парақшаңызға түк жоқ адам болсаңыз, вы упускаете шанс, момент просто болды. А егер сондай моменттерге іштей дайын жүретін болсаңыздар, Алла жазса, мен әрекет жасап жатқан адам менің алдымда шексіз мүмкіндіктер ертең шығады деген сеніммен жүретін болсаңыздар, и соған сеніп парақшаларыңызды упаковать етсеңіздер, бір күні болмаса бір күні бір жұлдыз, бір не знаю, әйтеуір момент өмірде жағдай көп қой, вообще болып қалатын ситуациялар көп қой. Сізді отметка жасау мүмкін, не знаю, біреуге бір сыйлық жібересіз, допустим, опять сізді отметка жасау мүмкін, сіздің Инстаграмыңыз белгілеу мүмкін. Сондай кезде сіздің Инстаграмыңыз сатылымға дайын тұратын болса, болды. Уже әйтеуір бір нәрсені сатасыз деген сөз. Әйтеуір осы алған біліміңіздің ертең пайдасы тиеді деген сөз да. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Контент деген нәрсені түсіндіңіздер, жалпы сұрақ бар ма осы жерде? Контент құрастыру, неден кейін нені қою, не жасау? Саламатсыз ба, Алия ханым? Мен кішкене ауырыңқырап жатырмын, видео қоспай ақ қояйын. Алия ханым, мындай сұрақ менде, біздер распаковканы әлі сіз айтқандай 2 ай, 3 ай өтсе әлі нете алмай жатырық, жібере алмай жатырық. Сол қай уақытқа дейін максимально осы инен тағдыр жобасы басталып ертең бір қарбалас жұмыстар басталады, сол кезге дейін ба, қай срокқа дейін вообще біздер сол видео фотоларды жіберуіміз керек? Әлде видео фотоларды құрастыруға да сіз көмектесесіз бе, қалай сол жағын кішкене Енді қараңыз, бірінші сұрақ, распаковка қашанға дейін жасалу керек? Распаковка ол маған жіберетін нәрсе емес негізі, просто маған тапсырманы подтверждать еттім, істедім деп айту үшін ғана жіберіңіз. Бірақ распаковка ол мен үшін емес, распаковка ол сіздер үшін. Значит,
Ол сіз инстаграмыңызды ертең бастайтын болсаңыз контентке, значит сізге уже распаковканы бүгін жазып бітіріп тастау керек деген сөз. Если сіздің планыңызда әлі инстаграм жүргізу болмаса, онда распаковканы қазір жасаудан пайда жоқ. Оның жасаудың керегі де жоқ шығар, может быть. Сізге керек емес те шығар, өйткені сіз инстаграм жүргізбейтін шығарсыз мысалға. Сол үшін ол сіздің әрекетіңізге байланысты керек нәрсе. Сіздің жоспарыңызға, планыңызға керек нәрсе. Бір аптадан кейін инстаграмға бітті, все, пост салам деп бастасаңыз, бір аптаның ішінде распаковканы полный жазып бітіру керексіз деген сөз. Ол бірінші. Одан кейін екінші, фото видеоға көмектесесіз ба? Именно жобаның парақшасына мен сіздермен бір рилс шығарайық деп айтқан болатынмын, совместный. Вот соған өте көмектесемін, сол рилсыңызға, сол жаңағы видеоның шығуына, соның монтажына, текстіне, қалай шығады, сосын жаңағы аудионызды айтыңыз деймін мысалға, иә. Өткенде аудио айтқан кісілер мысалға текстін 15-20 рет жазды, 30 рет жазды ма даже. Қайта аудио айтқыздым, потому что айтқан сөздер дұрыс шықпай жатыр, эмоция дұрыс жасалмай жатыр, акцент ана жерде тон дұрыс қойылмай жатыр. Быды деп ана прямой әшейін қызық емес қылып айтып беріп жатыр. То есть сондай кезде мен мысалы жұмыс жасадым ол кісілермен. Сол бір рилстің OTD жұмысын біз сізбен бірге жасаймыз. Монтажын біз өзіміз құрастырамыз. Сіз главный материал жібересіз, болды. А одан кейінгі последующий парақшаңыздағы уже жұмыстарды полностью ол уже сіздің жауапкершілігіңіздегі, сізге ақша келетін нәрсе, ол маған ақша келмейді. Сондықтан ол жұмыстың бәрі сіздікі болады. Сосын тағы да бір сұрағым, Әлия ханым, мен деген алдында сіз айттыңыз ғой, тәрбие ательесі Уральск, құрақ көрпеге келіңкіремейді, сол нем парақшам енді слабылау. Бақыт көрпелер деп новый не аштым. Новый парақша аштым да. Сол парақшадан енді бұрынғы жұмыстарымды қою керекпін ба? Енді качество өзіңіз түсініп тұрғаныңыздай өте нашар түсірілген, iPhone үйдегі локация ондай бәрі, свет, освещение шамалы болғандықтан ол видео фотоларда качествосы не очень. Сол парақша жаңа жұмыстарыммен тек қана тұру керек па, әлде бұрынғы жұмыстарымда бір видеоға сыйдыртып болса да бір орнату керек па, қалай деп ойлайсыз? Енді қараңыз, жаңа жұмыстарыңыз сіздің қашан дайын болады? Опять же сұрақ, сіз клиентті қашан алып бастағыңыз келеді? Сізге сұрақ. Мен тұмар коллекциясынан осы қыз жасауын тігіп жатырмын қайынсіңліме. Сосын сол бұйырса Алла қаласа бір-екі күнде. Енді қараңыз, если сіздер қараңыздаршы, по идее мен айтпаймын топырлатып жұмысыңыз салыңыз деп та. Но жаңа парақшаның өзінде хотя бы бір 2-3 жұмысыңыз сразу тұрған дұрыс, ала жасақ бір видеоңыз рилсқа рекке шыққанша. Но тем не менее, бір ғана әшейін 2 жұмыстың өзінен 2-ақ жұмыстың өзінен 15 пост шығарып тастауға болады парақшада. Әр түрлі тақырыпты пайдаланып. Көрдіңіз ба? Әшейін бір 2-3 жұмыстың өзінен. Сондықтан контентіңізге қарастырасыз оны. Контентіңізге не салайын деп жатырсыз, қандай тақырып? Өйткені бізде мәселе для галочки видео салу емес қой. Біз оны істейін деп жатқан жоқпыз ғой. Біз продавать ететін контент істейін деп жатырмыз. Сол үшін сол бір 2 жұмысыңыздың өзін бітіріп алыңыз да жақсылап, сосын соған контент құрастырыңыз. Мына жұмысымды енді мен қалай көрсетемін, сұрақ қандай тақырыптармен байланыстырамын. Сөйтесіз сол бір жұмысыңыздың өзін бірнеше тақырыптармен байланыстырып жасап тастайсыз. Бірнеше тақырыптармен. Бір кішкентай кезіңіздегі бір көрпеңізбен қазіргі кезіңіз салыстыру, бір басыңыздан өткен оқиғамен осы көрпенің екеуін байланыстырып жіберу, әртүрлі темаларға осы көрпеңіздің фото-видеосын пайдаланып салып тастасаңыз болады. Сондықтан айтпаймын категорично прям ескі жұмысыңыз болу керек или болмау керек деп. А бірақ ескі жұмыс ол сізде уже жасалғандықтан, почему бы нет парақшаңызда тұрмасқа? Менің до и после жұмыстарым деген сияқты. Бұрынғы жұмыстарым қандай болды, қазіргі жұмыстарым қандай. Наглядно, что просто клиентіңіз түсіну үшін, неге сіздің бағаңыз қазір қымбаттады деген сұраққа жауап алу үшін да, типа түсіндіңіз ба? Сосын тағы бір сұрақ, Әлия ханым, сол бақыт көрпелеріне мысалы кіл, құрақпен байланысты, көрпемен байланысты жүн көрпе жасаймыз да, мысалы мериносқой жүннен. Соларды салып отырып, ал бұрынғы тәрбие ательесі қалай беріп, онда біздер енді тек қана бізде көрдіңіз ба, тойға, той бастарларда сұрайды, жаңағы қыз ұзату комплектілерінде жасап атамыз, сырға салу деген кешіріңіз. Сырға салуды да жасап атамыз, киімде тігіп атамыз арасында да. Сол мына тәрбие ательесі именно сол заттармен, сол дүниемен қалып, мына бақыт көрпелер чисті көрпемен кету дұрыс па, сол ойыммен, қалай ойлайсыз? Негізі, вообще айтар едім, әр нишаға жеке-жеке аккаунт ашқан жақсы деп айтар едім. Бірақ сіздің оған шамаңыз жетпейді ғой. Сіз қазір хотя бы бір аккаунтты жақсылап жүргізіп, соған общий клиенттеріңізді жинап, бір айттым ғой, өткенде осы сұраққа жауап берген. Сторисіңізді 1000 адамға жеткізгенше қаралымын. Пока жан-жақтан миыңызды ашытпаңыз. Бір ғана парақшаны жақсылап жүргізіп алыңыз.
болды. Сосын барып уже ақшаңыз көбейгенде, менеджер көбейгенде уже бөлек-бөлек парақша ашасыз, контентті бөліп-бөліп жасай бересіз. А пока сізге бір парақшаны өзің толтыру керек қой әлі. Ол жаққа да ертең сол 15 пост салып қойып отырмайсыз ба, мысалға, допустим. Ол жаққа да қанша материалдар салыну керек. Тоқтамау керек қой, тоқтамау керек. Постоянно қан айналым болып жату керек парақшада. рахмет, түсіндім, аха. Рахмет көп. Тағы бар ма сұрақтарыңыз?